ертеде. Ата мен әже өмір сүріпті. Бір күні ата әжеге: кемпірім бауырсақ пісіріп берші дейді. Әже үн елеп: домалақ дәмді бауырсақ пісіріпті. Бауырсақты терезенің алдына суытуға қойыпты. Бір кезде бауырсақ тіріліп кетіп, терезеден домалап, далаға қашып кетіпті. Домалап келе жатса, алдынан қоян шығыпты. Қоян: бауырсақ, мен сені жеймін, дейді. Бауырсақ әндетіп айтады: мен атадан қаштым, мен әжеден қаштым, сенен де қашамын. Сөйтіп домалап кете барыпты. Алдынан қасқыр шығыпты. Бауырсақ, мен сені жеймін, дейді қасқыр. Бауырсақ айтады: мен атадан қаштым, әжеден қаштым, қояндан қаштым, сенен де қашамын. Домалап кете барыпты. Бір кезде аюды жолықтырыпты. Аю: бауырсақ, мен сені жеймін, дейді. Бауырсақ: мен атадан қаштым, әжеден қаштым, қояннан, қасқырдан қаштым, сенен де қашамын, дейді. Домалап келе жатып, түлкіге кездесіпті. Түлкі жаймен сөйлепті: бауырсақ, қандай әдемі ән айтасың. Даусыңды жақсы ести алмай тұрмын. Кел, мұрныма отырып айтшы. Бауырсақ қуанып, түлкінің мұрнына отырыпты. Ал түлкі болса, бауырсақты жеп қойыпты. Балалар, бейтанысқа сене беруге болмайды. Үлкендердің айтқанын тыңдау керек.